Құрметті оқырмандар, назарларыңызға лаңкестік әлемге ортақ қасірет атты видео ақпаратты ұсынамыз. Лаңкестік қоғамда қорқыныш тудыру, саяси немесе діни мақсаттарға күш көрсету арқылы жету әрекеті. Ол бейбіт тұрғындардың өміріне қауіп төндіріп, мемлекеттердің тұрақтылығына нұқсан келтіреді. Сондықтан лаңкестік бүкіл әлемге ортақ қасиет. Назарларыңызға кітапханамызда лаңкестік іске қарсы тақырыптағы әдебиеттерімізді ұсынамыз. Муфти Әли Жұма, дінде шектен шыққандар, қоғамдағы рухани сырқатты дөп басып, одан айығудың жөн жобасын көрсетеді. Терроризм, правда и вымысел, авторы Маджорян. Терроризм туралы кең тараған мифтер мен шынайы деректерді салыстырып, қоғам санасындағы қате түсініктерді талдаса, Вадим Кассистің «Терроризм без маски» кітабында лаңкестіктің пайда болу себептері, ұйымдасу жолдары және қоғамға тигізетін саяси әлеуметтік әсерін талдайды. Грачевтің «Политический экстремизм» кітабы радикалды қозғалыстардың пайда болу себептерін, олардың қоғам мен мемлекетке ықпалын ғылыми тұрғыдан талдайды. Терроризм «Любимое детище» жинағында әлемдік саясаттағы жасырын әрекеттер, қақтығыстарды ұйымдастыру, тетіктері және ірі державалардың сыртқы саясатына қатысты даулы пікірлер қарастырылады. Сондықтан лаңкестікпен күрес тек бір мемлекеттің емес, бүкіл әлем қауымдастығының ортақ міндеті. Лаңкестік іске қарсы тақырыпта ақпарат білгілеріңіз келсе, сіздерді кітапханамызда күтеміз.